Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін дәл пиццериядағыдай қамыры өте жұмсақ оригинал пиццаның рецептімен бөлісемін және оригинал соусты жасаймыз. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен жылы суымызға 1 шай қасық ашытқы, 1 шай қасық қант қосып араластырып, бетін жауып қоямыз. Көпіргеннен кейін аламыз. Енді ұнымыздың үстіне сұйықтығымызды құямыз. Қамырымыз жұмсақ болу үшін күнбағыс майын құямыз, немесе зәйтүн майын қоссаңыздар болады. Тұзды қосып, қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Енді дайын болған соң бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді соусты жасау үшін бізге қызанақ қажет болады. Кішілеу болса 3 қызанақ, үлкенде болса 2 алсаңыздар болады. Пышақтың көмегімен осындай тілім жасап, үстіне қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Бізге сыртқы қабығы қажет емес қызанақтың. Және 15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Дайын болған соң қабығын алып тастаймыз. Енді блендердің көмегімен езіп аламыз қызанағымызды. Қызып тұрған майға сарымсақты салып, және қызанақ пен орегано дәмдеу үшін қосып, оған жарты шай қасық тұз және паприканы қосып араластырамыз. 30 секунд тұрған соң біздің пиццамыздың соусы дайын болады. Енді ашып тұрған қамырымызды алып, оны 2 бөлікке бөліп аламыз. Бірдей етіп. Үстіне жабысып қалмас үшін күнбағыс майынан құямыз. Және сыртына осылай жағып қоямыз. Тағы да жарты сағатқа қойып қоямыз қамырымызды. Енді ірімшікті үккіштен өткізіп аламыз. Моцарелла ірімшігін пайдалансаңыздар болады, немесе эмир моцарелла, пиццаға арналған ірімшікті қолдансаңыздар болады. Енді қамырымызды оқтаудың көмегімен немесе қолдың көмегімен жайып алсаңыздар болады. Өте жұмсақ қамыр. Біздің соусымыз. Енді қамырымызды табаға салып, табаның астын міндетті түрде көбірек қып майлаңыздар, асты жабысып қалуы мүмкін, немесе пергамент қағазын төсеп қойсаңыздар болады. Енді 3-4 қасық соусымызды құйып, жағып шығамыз бір келке етіп. Туралған шұжығымызды пиццаның үстіне қойып шығамыз. Оның үстіне ірімшікті салып шығамыз. Пештің градусы максималды градуста болу қажет, ең жоғары градуста, және қызып тұрған кезде пиццамызды 7-8 минут аралығында пісіріп аламыз. Одан артық ұстамаңыздар, бетіндегі ірімшік күйіп кетуі мүмкін. Міне біздің бірінші пепперони пиццамыз дайын. Енді оны кесіп көрсетемін. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Дәл солай екінші қамырды дайындап аламыз. Бетіне соусты жағып, салмасына қызанақ салып, маргарита пиццасын жасаймыз.
Осы оригинал рецептпен міндетті түрде әзірлеп көріңіздер, сіздерге ас болсын.